Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Тас жолдағы кек. Бір бөлім, ұйқыдағы арыстан және жабайы төбеттер. Сарыарқаның ұшы қиыры жоқ ен даласы. Күздің қара суығы сүйектен өтіп айналаны қою қараңғылық басқан мезгіл. Мыңдаған шақырымға созылған иен тас жолмен ескі, бірақ моторы сағаттай жұмыс істейтін қызыл түсті жүк көлігі фура келе жатты. Көліктің фаралары қараңғылықты тіліп өтіп, асфальттағы жарықтарды көрсетіп келеді. Рөлде 65-тер шамасындағы, шашын буырыл шалған, үстіне жұқалау әскери күртеше, басына ескі кепка киген Қасым қарт отырған еді. Оның жүзінде терең әжімдер бар, ал қолдарындағы ұсақ тыртықтар оның жай ғана көлік жүргізушісі болмағанын аңғартатындай. Бірақ оның көздері өте сабырлы, тіпті мейірімді еді. Қасым қарт 25 жыл бойы еліміздің ең құпия, ең қауіпті арнайы жасағында, Арыстан тобында қызмет еткен. Таяу Шығыс пен Ауғанстандағы талай құпия операцияларды басқарған жауынгер. Ол соғыстың не екенін, қанның иісін тым жақсы білетін. Сондықтан зейнетке шыққан соң ол қаруды бір жола тастап тыныш өмір сүруді таңдаған еді. Ол өзінің жинаған ақшасына осы ескі жүк көлігін сатып алып, қалалар арасында жүк тасып, жалғыз қызы мен немересіне көмектесіп тұратын. Бүгін Қасым қарт ерекше жүк әкеле жатқан. Оның фурасының тіркемесінде қарапайым тауарлар болғанымен, кабинаның ішіндегі кішкентай темір сейфте 5 миллион теңге ақша бар еді. Бұл оның немересі Аярудың жүрегіне жасалатын күрделі отаға жинаған, соңғы 3 жыл бойы рөлден түспей бейнетімен тапқан қаражаты болатын. Ертең таңертең ол ауруханаға жетіп, осы ақшаны кассаға төлеуі тиіс еді. Қасым қарт радиодан ақырын ғана ойнап тұрған ескі әуенге елтіп немересінің күлімсіреген жүзін елестетіп келе жатты. Қауіптің жақындауы, аңшылардың шығуы. Түнгі сағат 2. Тас жолда Қасымның көлігінен басқа ешбір көлік жоқ. Жан-жақта қараңғы дала. Кенет Қасым қарттың бүкіл денесі селт етті. 25 жылдық әскери инстинкт оны ешқашан алдаған емес. Ол артқы көрініс айнасына, зеркалы заднего вида, көз тастады. Алыстан өте қатты жылдамдықпен келе жатқан екі жеңіл көліктің фаралары көрінді. Олар жүк көлігіне жақындаған сайын жылдамдықтарын бәсеңдетпей, керісінше агрессивті маневрлер жасай бастады. Бұлар тас жолда жүк көліктерін тонап, рейдерлік жасайтын, ешкімді аямайтын жергілікті қарақшылар тобы еді. Олардың бастығы лақап аты Руслан Жавый, Сары Руслан деген, кезінде адам өлтіріп түрмеде отырып шыққан, нашақорлық пен қатыгездікке әбден салынған 30 жастардағы қарақшы болатын. Оның қасында тағы 5 сыбайласы бар. Екі қара түсті Land Cruiser жол талғамайтын көлігі жүк көлігін екі жақтан қыспаққа ала бастады. Бірінші джип Қасымның алдына шығып күрт тежегішті басты, подрезать етті. Екіншісі қапталдан келіп жолды толық жауып тастады. Кәдімгі жүргізуші болса, бұл жағдайда дүрбелеңге түсіп, рөлді бұрып жіберіп, көлікті аударып алар еді, немесе қару ұстап қарсыласар еді. Бірақ Қасым қарт дүрбелеңге түскен жоқ. Оның миы компьютер сияқты суық есеппен жұмыс істей бастады. 6 адам. 2 көлік. Олардың мақсаты тонау. Егер қарсылық көрсетсем, атыс басталады, ал кабинаның ішінде менің қорғанатын жерім жоқ деп ойлады ол. Ол үшін немересінің ақшасын дін аман жеткізу маңызды еді. Мүмкін олар жай ғана тауарды сұрап кетер деп үміттенді. Қасым қарт тежегішті баяу басып, ауыр жүк көлігін жолдың шетіне тоқтатты. Қорлық жыртқыштардың тойы. Джиптердің есіктері сарт-сұрт ашылып, ішінен қолдарына бейсбол таяқшаларын, бита, темір арматура және қос ұңғылы шолақ мылтық, обрез ұстаған 6 жігіт атып шықты. Олардың бәрінің көздері қанталаған, есірткі немесе алкогольдің әсерінде екені көрініп тұрды. Руслан жүк көлігінің кабинасына жақындап, есікті бар күшімен теуіп ашты. «Әй, шал, түс машинадан, тездет!» деп бақырды ол, қолындағы мылтықты Қасымның бетіне кезеп. Қасым қарт қолдарын көтеріп, ешқандай агрессия көрсетпестен, әлсіз, қорқып қалған адамның кейпіне еніп, кабинадан бай түсті.
Жігіттер, тыныштық па? Мен жай ғана жүргізушімін. Тауар керек болса, тіркемеде құрылыс материалдары бар, ала беріңдер. Менің ешқандай байлығым жоқ, деді Қасым, үнін дірілдетіп. Ол бұл шиеленісті қансыз шешкісі келді. Қарақшылардың бірі қарттың арқасынан битамен қатты ұрып жіберді. Қасым қарт жерге тізесімен құлап түсті. Ол бұл соққыдан ешқандай ауырсынуды сезген жоқ, өйткені оның денесі бұдан да ірген. Құрылыс материалы дейді, ой мына шал. Деп қарқылдап күлді Руслан, қарттың басына етігімен басып тұрып. Бізге сенің тақтайларың керек емес. Біз білеміз, сен сияқты ұзаққа жүретін дальнобойщиктердің кабинасында қолма-қол ақша болады. Тінтіңдер кабинаны. Екі қарақшы кабинаның ішіне кіріп, бәрін ақтара бастады. Олар пышақпен орындықтарды тіліп, барлық заттарды сыртқа лақтырды. 5 минуттан кейін олар Қасым қарттың мұқият жасырған кішкентай темір сейфін тауып алды. Қарақшылардың бірі монтировкамен сейфті бұзып ашқанда, ішіндегі буда 5 мыңдық және 10 мыңдық купюралар көрінді. Русеке, мына шалдың миллиондары бар екен ғой, деп айқайлады қарақшы қуаныштан секіріп. Қасым қарттың жүрегі тоқтап қала жаздады. Бұл ақша оның кішкентай аяруының өмірі. Егер бұл ақша болмаса, ота жасалмайды. Ота жасалмаса, немересі. Қарт алға қарай ұмтылып, Русланның аяғына жабысты. Бұл әскери офицердің емес, шарасыз атаның әрекеті еді. Жігіттер, жалынамын. Ол ақшаға тиіспеңдерші. Бұл менің немеремнің жүрегіне жасалатын отаның ақшасы. Ол өлім аузында жатыр. Көлікті алыңдар, бәрін алыңдар, тек сол ақшаны қайтарыңдаршы. Деп жалынды Қасым. Руслан жеркене қарап, Қасым қарттың бетінен етігімен теуіп жіберді. Қарт шалқасынан құлап, ерні жарылып, қан ақты. Немерең өлсе өле берсін, маған бәрібір. Деп күлді Руслан, ақшаны өз қалтасына басып жатып. Рахмет, шал. Сенің немереңнің жүрегі біздің бүгінгі түнгі казино мен көңіл көтеруімізге жақсы демеуші болды. Соңғы нүкте, ояну. Бірақ бұл қарақшыларға астық етті. Олар қартты одан сайын қорлағысы келді. Руслан Қасым қарттың кеудесіне еңкейіп, оның мойнында ілулі тұрған алтын алқаны, кулонды көріп қалды. Бұл алқа Қасымның қайтыс болған жұбайынан қалған, ішінде әйелінің суреті бар ең қасиетті, ең қымбат жәдігері болатын. О, мынауың да алтын екен ғой. Бер мұны. Руслан алқаны жұлып алмақшы болды. Қасым қарт қолымен алқаны жауып қалды. Тиіспе бұған, деді Қасым. Бұл жолы оның даусындағы қорқыныш пен жалыныш ізім ғайып болып, орнына мұздай суық, өте төмен, қорқынышты металл үн пайда болды. Тиіспе дедім. Бұл соңғы ескертуім. Руслан бұл үннен бір секундқа түршігіп кеткендей болды, бірақ достарының алдындағы авторитетін түсірмеу үшін қарттың қолын битамен ұрып жіберіп, алқаны мойнынан жұлып алды. Сен маған шарт қоясың ба, шал? Руслан алқаны жұлып алып көлігіне қарай жүрді. Жігіттер, мынаны ұрып тастаңдар да дөңгелектерін тесіп кетіңдер. Таңға дейін қатып өлсін. Қарақшылар Қасым қартты жерде жатқан күйінде аяусыз теуіп ұра бастады. Қарт қарсылық көрсетпеді. Ол басын қолдарымен жауып, тек соққыларды қабылдады. Оның миында басқа процесс жүріп жатқан еді. Ол өзінің ішінде 20 жыл бойы терең ұйқыда жатқан, адам өлтіруге бағдарламаланған нағыз құбыжықтың, жауыз жолбарыстың шынжырларын үзіп, оянып келе жатқанын сезді. Қарақшылар оны шала жансар етіп сабадық деп ойлап, жүк көлігінің екі дөңгелегін пышақпен жарып, өздерінің джиптеріне отырып, қарқылдап күлген күйі тас жолмен алға қарай ұзап кетті. Олар миллиондаған теңге олжамен көңіл көтеруге кетті. Олар арттарында әлсіз шалды қалдырдық деп ойлады. Олар нағыз ажалдың өзін оятып алғандарын білген жоқ. Жолбарыстың тұруы. Тас жолда өлі тыныштық орнады. Тек ызғарлы жел ғана жүк көлігінің ашық қалған есігін сабалап тұрды. Асфальтта қан мен лайдың ортасында жатқан Қасым қарт баяу қимылдады. Кәдімгі 65-тегі қарт адам мынадай соққылардан кейін орнынан тұра алмас еді. Бірақ Қасым
Қасым ақырын орнынан тұрды. Ол қанға боялған бетін жеңмен сүртті. Оның көзінде енді мейірімді атаның немесе қорқақ шалдың бейнесінен түкте қалмаған еді. Оның жанары түнгі қасқырдың көзіндей жарқырап, тұла бойынан өлімнің суық лебі есіп тұрды. Оның бұлшық еттері тастай қатайып, белі тіктелді. Ол шашылып жатқан заттарын жинамады. Ақшаны немесе құжаттарды іздемеді. Ол тікелей жүк көлігінің кабинасына кіріп, жүргізуші орындығының астындағы жасырын темір жәшікті, тайникті ашты. Бұл жәшік 20 жыл бойы ашылмаған болатын. Ішінен майланған шүберекке оралған заттарды шығарды. Біріншісі қара, тактикалық арнайы жасақ пышағы, антитеррор пышағы. Екіншісі дыбыс өшіргіші, глушитель, бар Стечкин жауынгерлік тапаншасы және оның 3 оқ жатары, магазин. Үшіншісі әскери тактикалық қолғаппен қара бетперде. Қасым қарт қарудың оқпанын тексерді. Затвордың шарт еткен дыбысы түнгі даланың тыныштығын бұзды. Бұл дыбыс оған ең таныс, ең жақын музыка сияқты еді. Ол қолғабын киіп, жүк көлігінің жарылған дөңгелектеріне қарамастан рөлге отырды да моторын оталдырды. Ол қансыраған жоқ, ол шаршаған жоқ. Ол қазір өз немересінің өмірі үшін және жұбайының қасиетті есімі үшін жауларын жердің түбінен болса да тауып, тірідей бөлшектеуге дайын тұрған жүйкесі болаттай жауынгерге айналды. Мен сендерге ақшаны алып кетуге мүмкіндік бердім. Бірақ сендер отбасыма тиістіңдер. Енді бұл жолда сендерге ешкім көмектесе алмайды деп күбірледі ол. Жүк көлігі гүрілдеп тас жолмен алға қарай, қарақшылар кеткен бағытқа қарай жолқына қозғалды. Түнгі аңшылық басталды. Ажалдың өзі қара джиптердің соңынан ілескен еді тас жолдағы кек. 2 бөлім, түнгі аңшылық және көрінбейтін ажал. Тас қараңғы түнекте келе жатқан ескі фураның дауысы әдеттегідей емес, үрейлі, ауыр еді. Қарақшылар дөңгелектерді тесіп кеткенімен, бұл 18 дөңгелекті ауыр жүк көлігі болатын. Тіркеменің салмағынсыз, бос көліктің қос дөңгелектерінің бірі жарылса да, ол жүруге жарамды еді. Рас, жылдамдығы баяу, ал резеңкесі жыртылып, асфальтқа үйкелген темір дискілерден оқтын-оқтын ұшқын шашырап жатты. Бірақ Қасым үшін бұл кедергі емес еді. Оның жүрегінің соғысы қалыпқа түсіп, минутына 60 рет соғатын тыныштық деңгейіне жетті. Бұл нағыз кәсіби снайперлер мен арнайы жасақ сарбаздарына ғана тән қасиет. Айналасындағы әлем баяулап, оның көздері қараңғылыққа толық бейімделді. Оның санасында тек бір ғана мақсат тұрды, немересінің ақшасы және жұбайының алқасы. Ол бұл заттар үшін бүкіл әлемді өртеуге дайын еді. Ол тас жолдың шаңы мен алдында кеткен 2 ауыр джиптің протектор іздерін бақылап келе жатты. 20 минуттық жүрістен кейін тас жолдан 2 шақырымдай ішке қарай бұрылатын, ескі, жартылай қараусыз қалған керуен атты жол бойындағы мотель мен жанармай бетінің жағында. Қарақшылардың джиптері сол жаққа қарай бұрылған болатын. Қасым фураны мотельден 1,5 шақырымдай қашықтықта дөңестің артына көрінбейтін жерге тоқтатты. Ол кабинаның шамы жанып кетпеуі үшін есіктің тетігін басып тұрып, ақырын ғана сыртқа шықты. Ауа райының суықтығы оған сезілмеді де. Бетпердесін киіп, қолына Стечкин тапаншасын және антитеррор тактикалық пышағын алған ол, ен даланың шөбімен дыбыссыз, көлеңке сияқты мотельге қарай жылжыды. Қасқырлар апаны, тойдың басталуы. Мотельдің ішінде нағыз той болып жатқан еді. Бұл жердің иесі қарақшылар мен ауышаласқан, олардың ұрлаған заттарын жасыруға көмектесетін адам болатын. Веб бөлменің іші түтінге толып кеткен. Үстел үстінде ішімдіктер, ет және Қасым қарттан тартып алынған 5 миллион теңге шашылып жатыр. Қарақшылар ақшаны санап қарқылдап күліп, бір-бірін құттықтап жатты. Көрдіңдер ме әлгі шалды? Жалынып жылап аяғыма жабысты ғой. Деп қарқылдады Руслан, аузына сыра құйып. Немеремнің жүрегі. Дейді. Менің оның немересімен шаруам қанша? Бұл жол біздікі. Біз бұл даланың қасқырларымыз. Ол қалтасынан Қасымның мойнынан жұлып алған алтын алқаны шығарып, саусағымен айналдырды. Мынау да таза алтын. Ертең ломбардқа өткізіп жібереміз. Жақсы олжа болды жігіттер. Қарақшылардың бірі терезеден сыртқа қарап. Русеке, сыртта Тимур мен Самат күзетте қалған еді. Олар да тоңған шығар, ішке шақырайық па? Деп сұрады. Шақырмай-ақ қой, сәл тұра тұрсын.
Бәлкім, полиция немесе басқа біреу өтіп қалар, сақтықта қорлық жоқ. Оларға бөлігін кейін береміз, деді Руслан темекісін тұтатып. Олар өздерін өмірдің қожайыны сезініп ешқандай қауіп күтпеген еді. Бірақ ажал қазірдің өзінде олардың есігінің алдында тұрған болатын. Периметрді тазарту, үнсіз өлім. Сыртта екі қара Land Cruiser көлігінің жанында Тимур мен Самат темекі тартып, суықтан бүрсең қағып тұрған. Осы Руслан бәрін өзіне алады. Біз неге далада тоңуымыз керек? Деп күңкілдеді Тимур. Қойшы, үндеме. Ақшаны бөліссе болды ғой. Анау шалды жақсы ұрдық, бірақ, иә. Атып тастағанда тіпті таза болар еді, деп күлді Самат. Олардың артындағы қою қараңғылықтың ішінен бір сұлба бөлініп шыққанын олар байқағанда жоқ. Қасымның аяқ басқан дыбысы мүлдем естілмеді. Арнайы жасақтың ең басты ережесі жау сенің бар екеніңді сен оны өлтіргенде ғана білуі тиіс. Қасым алдымен Саматтың ту сыртынан келді. Оның сол қолы қарақшының аузын сарт еткізіп жауып, басын артқа шалқайтты. Ал оң қолындағы тактикалық пышақтың сабымен, ұшымен емес, соққы беретін ауыр артқы жағымен, оның мойын омыртқасының тұсына, мишқаймағына жойқын жасады. Бұл өлімге әкелмейтін, бірақ адамды бір секундта гипоксиялық шокқа түсіріп, салданып қалуға әкелетін кәсіби соққы еді. Самат ешқандай дыбыс шығармастан, қуыршақ сияқты сылқ етіп құлады. Қасым оның денесін жерге үнсіз жатқызды. Бұл әрекетке бар жоғы 3 секунд кетті. Тимур артына бұрылып, Самат, темекің бар ма дей бергені сол еді, оның көз алдында қара бетперде киген. Бойынан қорқынышты аура есіп тұрған көлеңке пайда болды. Тимур аузын ашып айқайлағысы келді, мылтығын көтермекші болды. Бірақ Қасымның қимылы одан 10 есе жылдам еді. Қасым Тимурдың қару ұстаған қолының білегінен ұстап, өзіне қарай күрт тартып, шынтағын сындырып жіберді. Тимурдың шыңғырған дауысы шықпас бұрын, Қасым оның тамағынан қысып үлгерді. Үндеме, егер өмір сүргің келсе, үндеме, деп сыбырлады Қасым оның құлағына. Бұл үн желдің гуілімен араласып, Тимурдың сүйегіне дейін мұздатып жіберді. Оның көзі шарасынан шығып, басын әрең изеді. Қасым оның шүйдесінен қатты ұрып, есінен тандырды да, екі күзетшінің де денесін көліктердің артына сүйреп апарып тастады. Енді периметр таза еді. Қасым ғимараттың электр қалқанына, щиток, жақындады. Іштегілерге жай ғана кіріп бару оның стилі емес. Ол жауларының психикасын бұзып, оларды өз қорқыныштарына тұншықтырғысы келді. Пышағымен кабельдерді кесіп тастады. Түнекке батқан бөлме, қорқыныштың басталуы. Мотельдің ішіндегі жарық күрт сөніп, музыка тоқтап қалды. Бөлмені қап-қара түнек басты. «Әй, не болып қалды? Жарық қайда?» деп бақырды Руслан, қожайын. «Әй, светті қос». Қожайын бөлмеге кіріп: «Білмеймін, генератор өшіп қалған сияқты, немесе тығындар, пробки атып кеткен болар. Қазір шығып қарайын», деп күңкілдеді. Русланның қасындағы Мақсат есімді қарақшы орнынан тұрып: «Мен далаға шығып Тимур мен Саматтан сұрайын. Олар не істеп жүр екен? Көліктің фарасын қосып тұрсын», деп сыртқа беттеді. Мақсат есікті ашып, қараңғы дәлізбен сыртқа шықты. Далада суық жел гулеп тұр. Көліктердің жанында ешкім жоқ. «Тимур, Самат, қайдасыңдар, малдар?» деп айқайлады ол. Оған ешкім жауап қатпады. Тек шөптің арасынан бірдеңенің сүйретілген дыбысы ғана естілді. Мақсат қалтасынан телефонын шығарып, фонаригін қосты. Ол жарықты көліктердің артына қарай бағыттағанда, жүрегі тоқтап қала жаздады. Онда Тимур мен Самат қанға боялып, ес-түссіз жатқан еді. Мақсаттың қолдары дірілдеп, мылтығына жармасты. «Руслан, Русеке, осында шық», деп бақырғысы келді ол. Бірақ дауысы тамағынан шықпады. Өйткені дәл оның артында қараңғылықтың ішінен суырылып шыққан Қасым тұрған еді. Қасым Мақсаттың аузын қолымен жауып, оны артына қарай қатты тартты. Мақсат қолындағы мылтығымен бірге қараңғылықтың ішіне, көзге көрінбейтін тұңғиыққа сіңіп кетті. Тек телефон ғана жерге түсіп, жарығы аспанға қарап жатты. Психологиялық террор, аңшының кіруі. Веб бөлменің ішінде Руслан мен қалған екі қарақшы, Ерлан және Баха отырған еді. Олардың қолдарында тапанша мен пышақтар бар.
телефондарының жарығын қосып алған. Арада 5 минут өтті. Сыртқа шыққан Мақсат та, қожайын да оралған жоқ. Тіпті сырттан бірде-бір дыбыс естілмеді. Бұл өлі тыныштық қарақшылардың жүйкесін жұқарта бастады. Не болып жатыр өзі? Мақсат қайда кетті? Деді Баха, дауысы дірілдеп. Ол маскүнем болғанымен жамандықты сезетін ішкі түйсігі бар еді. Бәлкім, полиция келген шығар. Қандай полиция? Полиция болса сирена мен мигалкамен келеді. Мұнда біреу бар, деді Руслан тапаншасын есікке кезеп. Ерлан бар, есіктің артын қара. Ерлан қалтырап есікке жақындады. Ол есіктің тұтқасын бұрап дәлізге қарады. Дәліз тас қараңғы. Кенет дәліздің арғы басынан жермен бір нәрсе домалап келе жатқан дыбыс естілді. Тәрі. Ерлан телефонының жарығын түсірді. Олардың аяғының астына Мақсаттың мылтығы, обрезі келіп тоқтады. Мылтықтың оқпаны қайырылып, сындырылып тасталған еді. Қалың темірді жалаң қолмен кім бұлай майыстыра алады? Бұл кім? Шық бері. Атып тастаймын. Деп бақырды Руслан, үрейі ұшып. Оның даусындағы баяғы тәкаппарлық пен мазақ жоғалып, орнын жануарлық қорқыныш басқан. Дәліздің түкпірінен көзге көрінбейтін қараңғылықтың ішінен баяу, мұздай суық дауыс естілді. Сендер менің немеремнің өмірін алғыларың келді. Сендер менің әйелімнің есімін қорладыңдар. Енді сендер ажалмен танысасыңдар. Бұл дауысты естігенде Русланның көздері шарасынан шығып кетті. Бұл әлгі тас жолдағы дәрменсіз қарттың дауысы еді ғой. Бірақ қалайша? Олар оны қанға бөктіріп, өлтіріп тастаған жоқ па еді? Ол қалай мұнда келді? Және қалайша сырттағы 3 қарулы адамды үн-түнсіз жойып жіберді? Бұл физикалық тұрғыдан мүмкін емес нәрсе сияқты көрінді. Ол шал ғой. Ол сол шал. Атыңдар. Деп бақырды Руслан бей-берекет қараңғы дәлізге қарай, оқ жаудырып. Ерлан мен Баха да тапаншаларын шығарып дәлізге қарай бей-берекет ата бастады. Оқтар қабырғаға тиіп шаң тозаң ұшты. Олар өздерінің оқтары таусылған шатты. Бөлмеге мылтық дәрісінің иісі тарады. Олар демдерін ішіне тартып дәлізге қарады. Ешкім жоқ. Мәйіт те жоқ, қан да жоқ. Тек бос қабырға ғана. Кенет, дәл олардың төбесіндегі желдеткіш тор, вентиляция, сарт етіп ашылып, ішінен жас ағызатын газ гранатасы, слезоточивый газ, бөлменің ортасына құлап түсті. Қасым дәлізде олардың оғын босқа шығындатып қойып, өзі сырттан ғимараттың төбесіне шығып кеткен болатын. Бұл нағыз кәсіби арнайы жасақ тактикасы еді. Газ бөлмені 1 секундта толтырды. Қарақшылар жөтеліп көздері ашып тұншыға бастады. Олар еденге құлап, ауа қармап жанталасты. Олардың көздері соқыр болып, еш нәрсе көрмей қалды. Енді олар қараңғы бөлмедегі ең дәрменсіз, ең бейшара құрбандарға айналды. Терезенің әйнегі сыңғыры етіп сынып, бөлмеге қара бетперде киген, қолында тапаншасы мен пышағы бар Қасым кіріп келді. Ол газдың ішінде өзін судағы балықтай еркін сезінді. Аңшы өз құрбандарын бұрышқа қамады. Нағыз жазалау енді ғана басталмақ еді тас жолдағы кек. 3 бөлім, улы тұман және 2-ші тыныс. Көзді аштатын қою, ақшыл газ бөлменің ішін бірнеше секундта толық жаулап алды. Бұл қарапайым түтін емес, арнайы жасақтың ғимараттарды штурмдау кезінде қолданатын кәсіби X, хлорбензальмаланадинитрил газы болатын. Бұл газ адамның көз пердесін күйдіріп, тыныс алу жолдарын қуырып жіберетіндей әсер етеді. Қарақшылар үшін бұл нағыз тозаққа айналды. Баха мен Ерлан қаруларын алға кезеп жөтеліп, көздерінен жас пен сілекейлері ағып еденге құлады. Олар не көре алмай, не демала алмай жанталасып жатты. Ал қара бетперде мен тактикалық көзілдір киген Қасым бұл улы тұманның ішінде өзін судағы балықтай еркін сезінді. Көрінбейтін соққылар, геометриялық дәлдік. Баха газға тұншыға отырып, қолындағы пышағын алға қарай бей-берекет сермей бастады. Ол жанұшыра бақырып, «Жолама маған, өлтіремін», деп айқайлады. Бірақ ол көлеңкенің қай жақтан келе жатқанын көрмеді.
Қасым оның оң жақ бүйірінен мүлдем дыбыссыз жақындады. Бақаның пышақ сермеген қолы алға қарай ұмтылған сәтте, Қасым оның білегінен іле қағып, қолын өз осінен теріс қарай бұрап жіберді. Сырт. Бақаның білегі шығып кетті, пышақ еденге түсті. Қасым еш кідірместен оның иығынан басып, тізесімен қарақшының күн торабына, солнечное сплетение, жойқын соққы жасады. Бақаның ішіндегі бар ауасы сыртқа шығып, көздері аларып, есінен танып құлады. Осы кезде тұманның ішінен Ерлан тапаншасын көтеріп, ол осында. Руслан, ат! Деп бақырды. Бірақ ол шүріппені басуға үлгермеді. Қасым үстел үстінде тұрған бос сыра бөтелкесін іліп алып, оны дәл Ерланның тапанша ұстаған қолына бар күшімен лақтырды. Бөтелке Ерланның саусақтарына тиіп шашырап сынды, тапанша ұшып кетті. Келесі секундта Қасым оның жанынан табылып, Стечкин тапаншасының темір сабымен Ерланның самайына бір-ақ ұрды. Екінші қарақшы да сылқ етіп үстелдің астына құлап түсті. Бар жоғы 15 секунд. Бөлмедегі екі қарулы адам үнсіз қалды. Енді тек Руслан ғана қалған еді. Қорқыныштың жүзі, Русланның сынған сағы. Руслан бөлменің бұрышында қабырғаға арқасын тіреп еденде отыр еді. Газ оның да тынысын тарылтып, көздерін қанталатып жіберген. Ол қолындағы тапаншасын алға қарай бағыттап, дірілдеген қолымен шүріппені баса берді. Тах, тах, тах. Оқтар бос қабырғаны тесіп жатты. Оқ жатардағы магазин, барлық оқ таусылып, тапанша бос шырт-шырт еткен дыбыс шығарғанша ол шүріппені баса берді. Оның мылтығы босады. Енді ол толығымен қарусыз, дәрменсіз еді. Тұманның ішінен баяу адымдап алпамсадай қара сұлба шықты. Қасым Русланның дәл алдына келіп тоқтады. Руслан көзін ашып қарауға тырысты. Оның алдындағы адамның тұла бойынан қорқынышты аура есіп тұрды. Ол кәдімгі жүргізуші шалға мүлдем ұқсамайтын. Қасым еңкейіп, Русланның бос тапанша ұстаған қолын бәтеңкесімен басты. Қолым! Деп бақырды Руслан, сүйектерінің сықырлағанын сезіп. Қасым баяу қимылмен басындағы қара бетпердесін шешті. Бөлмедегі түтін сәл тарай бастаған кезде Руслан алдында кім тұрғанын анық көрді. Бұл шынымен де бағана тас жолда өздері ұрып соғып, қанға бүктірген, аяқтарына жалынып құлаған әлгі дәрменсіз қарт еді. Бірақ оның жанарындағы мейірім мен шарасыздықтың ізі де қалмаған. Оның көздері ешқандай эмоцияны білдірмейтін, мыңдаған өлімді көрген, өмірін соғыспен өткізген нағыз жыртқыштың көздері болатын. Руслан өзінің кімді оятып алғанын енді ғана түсінді. Оның іші қыл ете түсті. Бұл қарақшыларды құрықтайтын полиция емес еді, бұл оларды жоюға келген ажалдың өзі болатын. Сен кімсің? Деп күбірледі Руслан, қорқыныштан тістері сақылдап. Сен жай ғана дальнобойщик емессің. Мен сенің бүгінгі ақырғы қателігімін, деді Қасымның төмен, дірілсіз дауысы. Ол Русланның кеудесінен мықтап ұстап, қабырғаға қатты соқты да, оны жоғары қарай көтерді. Русланның аяғы еденнен үзіліп демі ішіне тартылып қалды. Мен саған ескерттім. Алқаға тиіспе дедім. Ақшаны алып кетуге мүмкіндік бердім. Бірақ сен өзіңнің шегіңнен шықтың. Менің немеремнің өмірімен ойнадың. Қасымның дауысы енді қаттырақ әрі қатыге шықты. Ол бос қолымен Русланның қалтасына қол салып, өзінің әйелінің суреті бар алтын алқаны суырып алды. Содан кейін үстелдің үстінде шашылып жатқан 5 миллион теңгені көзімен шолып өтті. Қасым алқаны мойнына іліп, Русланды еденге лақтырып тастады. Руслан жөтеліп тамағын ұстап жатты. Ақшаңды ал да кет бұл жерден. Деп аңырсыды Руслан, біз саған басқа тиіспейміз. Келістік пе? Тек мені өлтірмеші. Қасым үстел үстіндегі ақшаларды жинап, өзінің қапшығына салып жатып. Келісім? Мен сендермен келісім жасауға келген жоқпын. Мен сендерді тазалауға келдім, деді. Күтпеген бұрылыс, құзғындардың келуі. Қасым ақшаны алып, Русланның есінен тандыру үшін соңғы соққыны жасамақшы болғанда, сырттан күтпеген дыбыстар естілді. Мотельдің ауласына ауыр дөңгелектердің тас шайнаған дыбысы, содан кейін бірнеше көліктің тежегіштерін қатты басқан дауысы естілді. Қасым терезеге жақындап, перденің шетінен сыртқа көз тастады.
Мотельдің ауласына үш бірдей қап-қара микроавтобус пен полицияның бояуы жоқ, бірақ көк қызыл жарқылдауықтары, мигалкалары бар екі көлік келіп тоқтады. Көліктерден үстіне бронежилет киген, қолдарына калашников автоматтар мен помпалық мылтықтар ұстаған 10-нан астам қарулы адам түсіп жатты. Олар қарапайым полиция емес еді. Бұлар тас жолды бақылайтын, Руслан сияқты ұсақ қарақшыларды қанатының астына алған, кіріша, жергілікті жемқор күшті құрылымдар мен ірі мафияның біріккен тобы құзғындар болатын. Бағана бөлменің жарығы өшіп, Мақсат сыртқа шыққан кезде, мотель қожайыны жағдайдың нашарлағанын сезіп, дабыл түймесін, тревожная кнопка басып үлгерген екен. Руслан сырттағы шуды естігенде, оның бетінде қайтадан қанды қол күлкі пайда болды. Ол қан түкіріп: "Естідің бе, шал? Бұл біздің адамдар. Құзғындар келді. Сен мені жеңдім деп ойладың ба? Олар бұл тас жолдың қожайындары. Олар сенің фураңды да, өзіңді де тесік-тесік қылып атып тастайды. Ал анау 5 миллионды мен қайтадан өзім аламын." Қасым терезеден сыртты бақылап тұрды. Оның жүзінде ешқандай үрей болған жоқ. Ол өзінің қапшығын арқасына асты. 15 адам. Автоматтар, тактикалық құралдар. Бұл енді қарапайым тонаушылар емес. Бұл нағыз соғыс деп ойлады ол іштей. Қасым Русланға қарай бұрылып: "Сен әлі де түсінбедің, Руслан", деді суық мысқылмен. "Олар мені қоршап алды деп ойлайсың. Бірақ шын мәнінде олар менімен бірге осы ғимаратта қамалып қалды. Қорғанысты ұйымдастыру жалғыз жауынгердің қамалы." Қасым Русланның басынан мылтықтың сабымен ұрып, оны есінен тандырды. Енді артынан пышақ соғатын ешкім жоқ еді. Сырттағы құзғындар ғимаратты толық қоршауға алды. Олардың бастығы рупормен, дауыс зорайтқышпен айқайлады: "Әй, іштегі кім болсаң да! Ғимарат қоршалған. Қаруыңды тастап, қолыңды көтеріп шық. Руслан, тірісің бе?" Қасым жауап қатпады. Ол тез арада бөлмеден шығып, мотельдің дәлізіне өтті. Жартылай қараңғы ғимарат оның тактикалық қамалына айналуы тиіс еді. Ол Русланның жігіттерінен түскен 2 шолақ мылтықты, бірнеше пышақты және асханадан тапқан май құйылған шөлмектерді жинап алды. Қасым үшін ғимараттың әрбір есігі, әрбір терезесі жауға дайындалған қақпан еді. Ол басты есіктің тұтқасына бір шолақ мылтықтың шүрпесін сыммен байлап, созылмалы қақпан, растяжка жасап қойды. Асханаға апаратын дәлізге май төгіп, оның үстіне сынған әйнектерді шашып тастады. "Ал жігіттер, сендерге менің фурам ұнап қалды ма? Ендеше менің қонақжайлығымды көріңдер", деп күбірледі Қасым өзінің Стечкин тапаншасының оқ жатарын ауыстырып. Сырттағы бастық қолымен ишарат жасады. "Штурм! Ішке кіріңдер! Бәрін жайратыңдар!" Мотельдің негізгі ағаш есігі ауыр соққымен қирап, ішке 3 қарулы адам басып кірді. Бірақ олар есікті жұлқа ашқан сәтте, Қасымның құрған растяжкасы іске қосылды. Гүрс! Шолақ мылтықтың оғы бірінші кірген 2 адамның аяғына тиіп, олар бақырып еденге құлады. Үшіншісі абдырап, автоматпен қараңғы дәлізге қарай бей-берекет ата бастады. Түнгі тас жолдағы қарапайым тонау оқиғасы енді ауқымды, қанды әскери штурмға айналды. Жалғыз қарт жауынгер тұтас бір мафиялық армияға қарсы позициялық соғысты бастады. Қасым ғимараттың көлеңкесінде тұрып, өзінің кезекті құрбанын күтіп тұрған еді. Тас жолдағы кек. 4 бөлім, қамалдағы шайқас және темір аждаханың оянуы. Мотельдің негізгі есігі қирап, алғашқы 2 шабуылшы өз қандарына тұншығып еденде жатқан сәтте, құзғындар тобының сенімділігі бір-ақ сәтте күл-талқан болды. 3-ші қарақшы қараңғы дәлізге қарай автоматтан бей-берекет оқ жаудырғанымен, оның оқтары тек шаң тозаң мен ескі ағаш қабырғаларды ғана тесіп жатты. Оқ жатардағы магазин оқ таусылып, автоматтың шүртпесі бос шырт еткен кезде ғана ол саусағын босатты. Дәлізде өлі тыныштық орнады. Сыртта тұрған мафия бастығы, лақап аты барон, кең иықты, бетінде үлкен тыртығы бар қатыгез адам, көлігінің есігін ашып, рациямен бақырды. "Не болды іште? Неге тоқтап қалдыңдар? Алға жылжыңдар. Ол бар жоғы жалғыз шал ғой." 3-ші қарақшы қалтырап: "Барон, мұнда растяжка. Екеуі жараланды. Шал көрінбейді, ол түнекке сіңіп кеткен сияқты", деді ол дәліздің бұрыштарына үрейлене қарап.
Ендеше бұрыштарды тазартыңдар. Асхана арқылы өтіңдер. Жан-жақтан қысыңдар. Деп бұйырды барон, ол өз адамдарының қабілетіне сенімді еді. Бірақ ол іштегі адамның әрбір бұрышты, әрбір көлеңкені өз пайдасына қалай жарататынын білген жоқ. Асханадағы ажал бұрыштарды кесу тактикасы. Қасым қарт асхананың бұрышында қабырғаға арқасын тіреп тынысын тоқтатып тұрды. Ол ғимаратты тазартудың close quarters battle барлық ережелерін беске білетін. Қарақшылар асхананың есігіне жақындады. Олар үшеу еді. Біріншісі есікті теуіп ашып, ішке қарай фонаригін жарқ еткізді. Бірақ оның аяғы бағана Қасым төгіп кеткен күнбағыс майы мен шашылған әйнек сынықтарына тайып кетті. Ол тепе-теңдігін жоғалтып алға қарай шалқалай құлаған сәтте Қасым қараңғылықтан суырылып шықты. Ол құлап бара жатқан қарақшының қолындағы автоматының ұңғысынан ствол ұстап, оны жоғары көтерді де, екінші қолымен өзінің стечкен тапаншасынан қарақшының бронежилеті жоқ тұсына, дәл бұғанасының астына бір рет оқ атты. Дыбыс өшіргіштің пүтеткен бәсең даусы шықты. Арттағы екі қарақшы не болғанын түсінуге үлгермеді. Олар жолдасының құлағанын көріп, сол бағытқа қарай ата бастады. Бірақ Қасым әлдеқашан асханадағы үлкен темір плитаның артына жасырынып үлгерген еді. Оң жақта, плитаның артында, деп айқайлады олардың бірі. Олар жақындап келді. Қасым плитаның артынан қолын ғана шығарып, екінші қарақшының аяғынан тізе тұсынан атты. Ол бақырып құлаған кезде Қасым орнынан атып тұрып, үшіншісінің қолынан қағып жіберді де, тактикалық пышағымен оның автоматының қайысынан тартып, өзіне қарай жұлқыды. Қарақшалыға ұмтылғанда Қасым оның бетіне тізесімен жойқын соққы жасады. Сүйектің сынған дыбысы естіліп, ол да сылқ етіп құлады. Бар жоғы 10 секунд. Асханаға кірген 3 адамда жер жастанды. Қасым олардың рацияларының бірін жұлып алды да, қайтадан қараңғы дәлізге өтіп кетті. Психологиялық террор, үрейдің таралуы. Сыртта баран рациядан өз адамдарының шыңғырған дауыстарын естіп, ашудан жарыла жаздады. Оның 15 адамы бар еді, қазір соның 5-еуі қатардан шықты. Бір ғана белгісіз шал оның бүкіл қарулы тобын мазақ қылып жатқанда еді. Қалғандарың терезелерден кіріңдер. Артқы есікті бұзыңдар. Ғимаратты қоршап ортаға қарай қысыңдар. Ол бәріңе бірдей төтеп бере алмайды. Деп бақырды баран рацияға. Қасым рацияны тыңдап тұрды. Ол жымиды. Бұл оған керек нәрсе еді, жаудың дүрбелеңге түсіп, өз позицияларын бөліп тастауы. Қасым ғимараттың төбесіндегі желдеткіш жүйесіне, вентиляциялық шахтаға қайта көтерілді. Ол өте тар болғанымен, Қасымның денесі мұндай кедергілерге әбден машықтанған. Ол мотельдің дәлізімен жүріп келе жатқан 4 қарақшының дәл төбесінде үнсіз жылжып келе жатты. Олар бір-біріне арқаларын тіреп, фонариктермен әрбір есікті тексеріп келеді. Мен бұл шалдың кім екенін білмеймін, бірақ ол таза жынның өзі. Деді біреуі, дауысы дірілдеп. Үндеме, барон бәрібір бізді тірі қоймайды, егер оны таппасақ, деді екіншісі. Олар дәл Қасымның астынан өтіп бара жатқанда, Қасым желдеткіштің темір торын ақырын ашып, ішіне гранатаның формасындағы, бірақ ішіндегі жарылғыш зат алынып, орнына жай ғана түтін шашатын дымовая шашка құрылғыны төменге лақтырды. Темір заттың еденге сыңғыр етіп түскен даусын естіген 4 қарақшының жүректері тоқтап қала жаздады. Граната, жатыңдар, деп бақырды олардың бірі. Олар жан-жаққа секіріп құлап жатқан сәтте бөлмені қою ақ түтін басты. Қасым төбеде мысықша секіріп түсіп, тұманның ішінде оларды бір-бірлеп сұлата бастады. Ол ешқайсысын өлтірмеді. Ол тек олардың қару ұстайтын қолдарын, жүретін аяқтарын сындырып, байлап тастады. Түтін тараған кезде 4 қарақшы еденде ыңырсып, алдарында кім тұрғанын көрмей, қорқыныштан өздерін жоғалтып алған еді. Рациядан баронның дауысы естілді. 4-ші топ, 5-ші топ, не болып жатыр? Жауап беріңдер. Қасым жерде жатқан рацияны қолына алып түймені басты. Оның қарлыққан, бірақ болаттай қатты дауысы рация толқыны арқылы сырттағылардың бәріне естілді. Олар жауап бермейді. Енді сенің кезегің келді, барон, мен сыртқа шығамын. Бұл сөздер баронның сүйегінен өтіп кетті. Ол рацияны лақтырып жіберіп қалған 6 адамына бұйрық берді. Ол сыртқа шығады.
Көліктердің артына жасырыныңдар. Есіктен шыққан бойда оқтың астына алыңдар. Оны 53 решето қылып тастаңдар. Жарылыс, қамалдан шығу. Қасым мотельдің ішіндегі ең үлкен газ баллонын тапты. Ол асханадағы үстелдің үстінде тұрған еді. Ол баллонның вентилін толық ашып бөлмеге газдың таралуын күтті. Сосын қалтасынан шақпағын, зажигалка шығарып жанып тұрған майшамның қасына қойды да өзі артқы есікке қарай жүгірді. Сырттағы құзғындар мотельдің негізгі есігіне қаруларын кезеп демдерін ішіне тартып күтіп тұрған. Кенеттен мотельдің ішінде сұмдық жарылыс болды. Дүм. Жарылыс толқыны мотельдің алдыңғы терезелерін, есіктерін жұлып алып далаға қарай лақтырды. Қалың отпен түтін айналаны басып кетті. Қарақшылар жарылыс толқыннан жерге құлап, құлақтары тұнып қалды. Ол өлді ме? Деп бақырды барон, шаңды қағып тұрып. Ол өзін өзі жарып жіберді ме? Бірақ Қасым өлген жоқ еді. Ол жарылысты тек назар аударту үшін отвлекающий маневр жасаған болатын. Ол артқы есік арқылы әлдеқашан сыртқа шығып, түнгі қараңғы даланың ішімен, ешкімге көрінбестен өзінің қызыл фурасына қарай жүгіріп бар. Оның бұлшық еттері оттай жанып демі жиілеген, бірақ ол үшін бастысы немересінің ақшасы мен көлігіне жету еді. Ол 1,5 шақырымда бар жоғы бірнеше минутта жүгіріп өтті. Дөңестің артында оның ескі, бірақ сенімді қызыл фурасы тұрған. Қарақшылар оның алдыңғы дөңгелегін жарып кеткен. Бірақ Қасым үшін бұл маңызды емес еді. Оған қазір көлік жүру үшін емес, шабуыл жасау үшін керек болатын. Темір аждаханың оянуы. Қасым кабинаға кіріп кілтті бұрады. Ауыр дизельді мотордың гүрілі түнгі даланы жаңғыртты. Бұл жай ғана көлік емес еді. Бұл салмағы ондаған тонна болатын, алдыңғы жағында қалың темір бампері, кенгурятнигі бар нағыз темір аждаха болатын. Қасым ауыр тежегішті босатып газды түбіне дейін басты. Қызыл фура орнынан жұлқына қозғалды. Жарылған дөңгелектің темір дискісі асфальтқа үйкеліп, одан қалың ұшқындар, искрі шашырай бастады. Қараңғы түнде бұл көрініс аузынан от шашқан құбыжыққа ұқсайтын еді. Бұл кезде мотельдің алдында барон мен оның қалған 6 адамы жарылыстан кейін естерін жиып, ғимаратқа жақындамақшы болып жатқан. Кенеттен олар тас жолдың жағынан қорқынышты, гүрілдеген дыбысты естіді. Олар бұрылып қарағанда, қараңғылықтың ішінен оларға қарай үлкен жылдамдықпен келе жатқан, астынан от шашыраған орасан зор қызыл көлікті көрді. Ол көліктің фаралары өшірулі еді, Қасым әдейі өшіріп қойған. Тек жарық айдың сәулесі мен ұшқындар ғана оның сұлбасын көрсетіп тұрды. Бұл мүмкін емес, деп бақырды барон көздері шарасынан шығып. Ол анау көлікте. Атыңдар. Көлікті атып тоқтатыңдар. Қарақшылар фураға қарай барлық қаруларынан оқ жаудыра бастады. Автоматтың оқтары фураның қалың темір кабинасына, терезелеріне тиіп шашырап жатты. Бірақ Қасым кабинаның ішінде еденге жақын жатып, рөлді тек бір қолмен басқарып келе жатты. Оған ешқандай оқ тиген жоқ. 15 тонналық темір көлікті автоматтың оғымен тоқтату мүмкін емес еді. Фураның жылдамдығы сағатына 100 шақырымға жетті. Темір дискіден шыққан ұшқындар оның артынан ұзын отты құйрық қалдырып келе жатты. Қашыңдар. Көлікке отырыңдар. Ол бізді таптайды, деп жанұшыра айқайлады қарақшылар. Олар өздерінің қымбат джиптеріне қарай тұра қашты. Бірақ Қасым оларға мұрсат бермеді. Ол фураны тура қарақшылардың көліктеріне бағыттап, соңғы секундта кабинаның есігін ашып, секіріп кетуге дайындалды. Сендер менің отбасыма тиістіңдер. Енді тозаққа жол тартыңдар, деді Қасым, және көліктің бампері қарақшылардың джипіне соғылар алдында сыртқа, шөптің арасына қарай секіріп кетті. Фура бар екпінімен, тоқтаусыз жылдамдықпен қарақшылардың 2 Land Cruiser көлігінің дәл ортасына келіп соғылды. Тарс. Темірдің мүжілған, шынылардың шашыраған дауысы бүкіл даланы жаңғыртты. Ауыр жүк көлігі 2 джипті де қағаз сияқты мыжып, оларды мотельдің қабырғасына дейін сүйреп апарып, бірақ тоқтады. Қарақшылардың көліктерінен жанармай ағып, бірден от тұтанды. Бүкіл айналаны жап-жарық от басты. Барон мен оның қалған адамдары соққының екпінінен жан-жаққа ұшып түсіп, ауыр жарақаттар алып, еденде сұлап жатты. Олардың қылмыстық империясы бір ғана қарттың соққысынан толығымен күл-талқан болған еді. Оттың жарығымен, шаң мен түтіннің арасынан
Қасым баяу орнынан тұрды. Ол қалтасынан телефонын шығарып, жылжып келіп баронның дәл төбесінде тұрды. Бұл түннің ең соңғы, ең маңызды сәті келген еді. Тас жолдағы кек. 5 бөлім, финал, арайлы таң және оралған періште. Түнгі дала қалың өрт пен қара түтінге оранды. Мотельдің алдындағы көрініс соғыс даласынан кем емес еді. 15 тонналық қызыл жүк көлігі қосылған Cruiser джипін металл сынықтарына айналдырып, қабырғаға жапсырып тастаған. Жарылған жанармай бактарынан шыққан от жалыны түннің суық ауасын тіліп, айналаны қып-қызыл түске бояды. Осы бір ақырзаман көрінісінің ортасында, шаң мен түтіннің арасынан Қасым қарт баяу адымдап шықты. Оның киімдері жыртылған, беті қолы күйе мен қанға боялған, бірақ жүрісінде мысқылдайда теңселу жоқ. Ол өзінің жорық қапшығын, ішінде 5 миллион теңгесі бар, арқасына асып алған. Ол отқа оранған көліктердің қасында ыңырсып жатқан қылмыскерлердің басшысы баронға жақындады. Ақырғы үкім, қасқырдың көз жасы. Барон екі аяғын көліктің есігі қысып қалып, орнынан тұра алмай жанталасып жатқан еді. Оның беті аузы тілім-тілім, қымбат күртешесі жыртылған. Ол өмірінде талай адамды қорлап, тас жолдың қожайыны сезініп жүрсе де, дәл қазір қарапайым шалдың алдындағы қорғансыз, бейшара мақұлыққа айналғанын түсінді. Қасым оның дәл төбесіне келіп тоқтады. Барон жөтеліп қан түкіріп: Сен кімсің өзің? Қай мафияның адамысың? Біздің территорияға кіретіндей қандай құқығың бар? Деп ыңырсыды, әлі де өздерінің қылмыстық заңдарымен ойлап. Қасым оның алдына еңкейіп көзіне тік қарады. Айналадағы оттың сәулесі Қасымның жанарындағы мұздай суық, түпсіз тереңдікті айқындай түсті. Мафия. Территория. Қасымның даусы желдің гуілімен ұласып, қорқынышты естілді. Мен ешқандай мафия емеспін. Мен жай ғана өз немересіне ақша апарып жатқан атамын. Бірақ сендер бейбіт жатқан арыстанды оятып, оның күшігіне ауыз салмақшы болдыңдар. Сендер бұл жолдың қожайынымыз деп ойлайсыңдар ма? Жоқ, сендер жай ғана адамның қанына семірген құзғынсыңдар. Қасым баронның қалтасындағы телефонын суырып алды да саусағымен 102 нөмірін терді. Ол телефонды баронның құлағына жақындатты. Тыңда мені, барон, қазір полиция жауап береді. Сен оларға осы мотельдің мекен-жайын айтасың, және мұнда заңсыз қару-жарақ қоймасымен қарақшылық топтың бар екенін мойындайсың. Егер олай етпесең, анау жанып жатқан көліктің оты саған 2 минуттан кейін жетеді. Мен сені осы жерге тастап кетемін. Барон оттың жақындап қалғанын сезіп, үрейден бақырып жіберді. Оған өлімнен гөрі түрме артық еді. Жоқ, тастама. Мен бәрін айтамын. Деп жалынды ол. Телефон тұтқасын кезекші көтергенде, барон жанұшыра бақырып, барлық қылмыстарын, мотельдегі жағдайды және қару-жарақтардың қайда жасырылғанын айтып берді. Қасым телефонды өшіріп, оны жерге лақтырып, бәтеңкесімен басып езіп тастады. Ол Русланның ес-түссіз жатқан денесінің қасынан өтіп бара жатып, жұбайының алтын алқасын қолымен қатты қысып алды. Мен сендерді өлтірген жоқпын, деді Қасым шегініп бара жатып. Өйткені менің қолымдағы қан әлдеқашан кепкен. Бірақ заң мен түрме сендерге менен де бетер тозақ болады. Жолбарыстың шаршауы, таң алдындағы сапар. Қасым жанып жатқан мотельді артта қалдырып, қараңғы тас жолға қарай жаяу беттеді. Оның фурасы жарамсыз болып қалған, сондықтан ауруханаға жетудің жалғыз жолы көлік ұстау еді. Оның үстіне полиция келмес бұрын бұл жерден кетуі керек. Ол ұзақ тергеулер мен сұрақ жауаптарға уақыт құрталмайтын, әрбір минут немересі Айарудың өмірі үшін маңызды болатын. Ол тас жолмен 5 шақырымдай жаяу жүрді. Адреналин тарай бастаған сайын денесіндегі соққылардың, арқасындағы битамен ұрылған жерлердің ауруы сезіле бастады. Оның аяқтары қорғасын құйғандай ауырлап деміксе де, арқасындағы 5 миллион теңге салынған қапшықты жанындай қысып келе жатты. Ол 25 жыл арнайы жасақта қызмет еткенде де бұлай шаршамаған шығар. Бұл жолы ол бұйрық үшін емес, махаббат үшін соғысқан еді. Таңғы сағат 6-ға таман көкжиектен алғашқы күн сәулесі көріне бастады. Тас жолдың арғы жағынан келе жатқан тағы бір үлкен жүк көлігінің, фураның жарығы көрінді. Қасым жолдың шетіне шығып қолын көтерді. Фураның тежегіштері ысқырып, үлкен көлік Қасымның жанына тоқтады.
Кабинадан 50 жастардағы мұрты бар жүргізуші басын шығарып: «Ей, бауырым, тыныштық па? Неғып қараңғыда жалғыз жүрсің? Түріңе не болған?» деп сұрады. Қасымның үсті басы қан, киімі жыртылған еді. Қасым күрсініп: «Авария болды. Көлігім жолда қалды. Ағатай, мені қалаға, ауруханаға жеткізіп тасташы. Немерем, оған ота жасалу керек. Мен үлгеруім қажет», деді дауысы қарлығып. Дальнобойщиктер жолдың жазылмаған заңын сыйлайтын нағыз бауырлас халық. Жүргізуші ешқандай артық сұрақ қоймастан есікті ашты. «Отыр, бауырым, тездет. Қазір газды түбіне дейін басамын. 1,5 сағатта ауруханада боласың». Қасым кабинаның жылы орындығына отырғанда ғана көзін жұмып терең дем алды. Оның ішіндегі оянып кеткен аждаһа қайтадан терең ұйқыға кетті. Қолындағы қан мен күйені сүртіп, ол қайтадан мейірімді, шаршаған Қасым атаға айналып бара жатқан еді. Үміт дәлізі, ақ халаттылардың таңғалуы. Таңғы сағат 8:30. Қалалық кардиохирургия орталығының кең, жарық дәлізі. Ақ халатты дәрігерлер мен медбикелер өз жұмыстарына кірісіп жатқан қалыпты таң. Кенет аурухананың негізгі есігі ашылып, ішке Қасым қарт кіріп келді. Оның түр әлпеті аурухананың тазалығына мүлдем қарсы контраст еді. Үстіндегі жыртылған әскери күртешесінен түтіннің, майдың және қанның иісі шығып тұр. Жүзінде көгерген іздер, қолында үлкен жорық қапшығы. Адамдар оған үрейлене қарап жол беріп жатты. Қасым тікелей қабылдау бөліміне, кассаға қарай басты. Оның аяғы алысы ауыр, бірақ сенімді еді. Терезеде отырған жас қыз оны көріп шошып кетті.